Әке деген биік шыны адамның, әке деген тірегі ғой ғаламның, әке деген бойында аққан қаныңда, шыққан тегін ол негізін жаныңда. Папа – это не просто слово, это верный, достойный мужчина. И нету на свете такого, кто любил бы без особой причины. Барлықтарыңызға сәлем. Добрый день, дорогие друзья! Бүгін 16 маусым әкелер күні. В честь такого прекрасного праздника мы будем снимать блиц-опрос. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Так, поехали! Қаншалықты күнне әкеңізді жақсы көретініңізді айтасыз? Мен негізі күнде айтамын, телефон сөйлесеміз ғой, WhatsApp'та деген сияқты, иә. Қазір звондап айта аласыз ба? Қазір көрейін, қойған жұмыста болмаса. Жайна. Алло, пап. Ау. Қалайсыз? Сізге бірдеме айтайын деген, папа. Иә. Сізді қатты жақсы көрем, менде болғаныңызға рахмет, мені дүниеге алып келгеніңізге рахмет. Ой, рахмет. Сен шабат жақсы көресің бе? Иә, жақсы көрем. Сенде қызым болғанына, жақсы оқығаныңа, әдемі сұлу қызым болғаныңа. Рахмет. Пап, люблю вас. Ау. Люблю. Иә, жақсы. Мен де жақсы көрем. Пока. Можешь рассказать, насколько вот ты любишь и уважаешь своего папу? Очень люблю, очень уважаю. Очень хороший совет мне дает. Как вы наставник, да? Да. Смотри, мы можем сейчас еще и позвонить твоему отцу, и ты это ему можешь лично сказать. Сказать? Да? Насколько ты его любишь и насколько он хороший отец. Алло, пап. Мерекемен құттықтаймын. Мерекемен құттықтаймын. Қандай мереке? Бүгін мереке ғой, әкелер күні. И вот хотел сказать, там рахмет. 16 маусым күні қандай мереке тойланатынын білесіз бе Қазақстанда? Әкелер күні. Папаңызға қаншалықты күнде жақсы көрем деп айтасыз? Біз негізі күнде сөйлесеміз, күнде жақсы көрем деп айтамын. Ал қазір звондап айта аласыз ба? Звондап көрейін? Қалай болады екен? Алло, папа. Алло, папа, қалайсыз? Жақсы. Папа, мен сізді жақсы көрем. Ой, рахмет. Мен де сені жақсы көрем ғой жаным. Сол сізге рахмет айтайын деп звондағам ғой. Жаным, мен де сені жақсы көрем ғой деп сөйлесейсің сен. Тамағың тоқпа, қарның тоқпай жүр. Иә, бәрі бар, сол сізбен хабарласып қояйын дегем. Жаным, көңілді бол. Алло. Я слушаю. Пап, с праздником тебя. Я люблю тебя. День отца. Можете сказать, какие хобби есть у вашего папы? Хобби? Рыбалка? Знаете, 16 июня какой праздник празднуется в Казахстане? Насчет праздников я ничего не знаю. А как раз таки празднуется День отца. Хотелось бы услышать от вас именно пожелания для будущих отцов, какие они должны быть, их первые задачи. Я бы пожелал всем отцам не просто помогать своим женам, матерям своих детей, а просто быть отцами и именно выстраивать отношения с своими собственными детьми с самого детства, с самого рождения.